Сәлем достар. Ұзақ уақыттан бері мен видео түсірмей қалдым. Бір жағдайларға байланысты. Енді мына видеомды қазір енді уже күз келді бізде, сондықтан кішкентай қыздарға арналған, осы күз мезгіліне арналған әдемі шапка тоқитын боламын. Сондықтан барынша мені қолдауға тырысыңыздар. Сонымен біз қазір бастаймыз. Қазір күзге арналған шапканы тоқу үшін мен осындай Alize Cotton Baby осындай жіпті алдым. Менде енді Alize Cotton Baby, бұның 50% хлопок, 50% акрил құрамы. 2-3 номерлі крючокпен тоқуға болады. Мен қазір 2,5 крючок алып отырмын. Осымен қазір шапкамызды тоқып бастаймыз. Сонымен соңына дейін қараңыздар. Жібімізді алып, бізде крючокпен қалай тоқу керек екенін сабақтарда, менде алдыңғы сабақтарында бар. Ең бірінші 8 воздушная петля дейміз ғой, ауа ілмегін аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ары қарай 3 тағы да воздушная петля ауа ілмегін іліп аламыз. Сөйтемізде мынау жаңағы 8-ші ілмекке бір накидпен бір ілмек тоқимыз. Ары қарай накид, келесі ілмекке накидпен тоқимыз. Осылай әр ілмекке, яғни 8 воздушная петля, 8 ілмек қосып алдық қой, іліп алдық қой. Осылардың әр қайсысына бір накидпен тоқып шығасыздар. Бір ілмек накидпен әр ілмекке. Ары қарай соңғы ілмекті ұмытпаймыз. Соңғы ілмектен кейін 2 ауа ілмегін іліп аламыз. 2 воздушная петля ілеміз. Кері айналдырамыз. Бір накид ілемізде мына тұрған, мына екінші тұрған ілмекке осылай артынан әкеліп ілмегімізді іліп аламыз. Накид, келесі мынаған артынан әкеліп ілмегімізді ілеміз. Накидпен бір ілмек мына алдындағы тоқыған воздушный накидпен тоқыған ілмектің арасынан өткіземіз барлығын. Біз резинканы осылай тоқимыз соңына дейін. Сол кезде бізде өте әдемі резинка шығатын болады. Және мына соңғы мына тұрғанға накидпен осылай іліп ала саламыз. Соңғы ілмекті де ұмытпаймыз. 2 ауа ілмегін ілеміз, кері айналдырамыз. Накидпен тура жаңағыдай мына тұрған екінші ілмекке, яғни мынаған артынан әкеліп, тағы да воздушный ілмекпен дәл осылай екінші рядты қалай тоқыдық, дәл солай тоқисыздар. Яғни ары қарай сіздің шапкаңыздың размеріне дейін осылай тоқимыз. Соңғы ілмекті ұмытпайсыздар. Воздушный 2 петля іліп аламыз, кері айналдырамыз. Тура жаңағы алдыңғы рядтағыдай воздушный ілмек накид іліп алғаннан кейін, екінші тұрған ілмекке дәл солай тоқып шығамыз. Алдыңғы қатарларда қалай тоқыдық, дәл солай соңына дейін тоқисыздар.
Міне, бізде қазір шамалы тоқимыз. Содан кейін қалай шыққанын мен сіздерге көрсететін боламын. Сіздер баланың кімге тоқисыздар, сол баланың шапкасының басының көлеміне қарай, размеріне қарай өздеріңіз тоқып шығасыздар. Міне мен өзіме керекті бас өлшеміне дейін тоқып алдым. Менде қазір 44, мына узорларды есептеген кезде 44 болып тұр. Яғни есептегенде былай есептейсіздер. Мына бір бетін есептейміз. Мына жерде 1, 2 қоя. Мына біреуінде 2 узор болып есептелінеді. Біз алды артын тоққан кезде, мына қараңыздар, мына жерде ортасынан бөлініп тұр, бірақ мына жағында нақ бетінде көрінбейді ол. Сондықтан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 болып тұр менде. Оны 2-ге көбейткен кезде 44. Менде қазір узорым 44 болып тұр, яғни 4-ге бөлінеді. Біз қазір ары қарай шапканы тоққан кезде біздің узорымыз әдемі түсу үшін, дұрыс түсу үшін біздің мынау резинкамызды тоққан кезде 4-ге бөліну керек мынау узорымыз. Сондықтан да есептеп алып барып тоқыңыздар. Өздеріңіздің өлшемдеріңізді алдыңыздар. Енді біз шапканы біріктіруіміз керек ары қарай тоқу үшін. Біріктіреміз. Біріктіріп алдық. Енді ары қарай біз тоқимыз. Біз мына жерде өзі бір мына жерден, мына беттен 1 ілмек аламыз. Арғы жағынан мынау қос ілмекті аламыз. Міне толық ілмекті сіздерге көрініп тұр ма? Толық ілмек аламыз. Тоқимыз. Соединительная петля дейді ғой, біріктіреміз. Осылай тоқимыз. Келесі мына 1 ілмекті аласыздар. Сіздерге көрініп тұр ма? Келесі толық ілмекті аласыздар. Біріктіреміз. Келесі жарты ілмек. Арғы бетінен толық ілмек аласыздар. Дәл осылай соңына дейін тоқисыздар. Міне, біз тоқып бітірдік. Міне, қараңыздар. Міне, ешқандай мына жерде біріктіргені білінбей қалды. Осылай домалақ қылып тоқыған сияқты болып кетті. Міне, ешқандай да біріктіргеніміз білінбейді. Енді ары қарай шапканың өзін тоқитын боламыз. Крючокпен тоқығанның бір жақсы жері, мынаны жасырып тастауға болады. Көрсетпей, қазір тоқып жатқан барысында осылай арасына кіргізіп жібере саламыз да, қалған жіпті қырқып тастай салуға болады. Енді ары қарай мына жерде өзі көрініп тұрады, арасында ілмек. Осыған бір ілмекті апарып, осылай біріктіріп жібереміз. Ары қарай 3 ауа ілмегін тоқимыз. Воздушная петля, накид. Накид, 2 накидпен осы тесіктің ішіне тоқисыздар. 2 ауа ілмегі, воздушная петля. Ары қарай 3 накидпен тоқимыз. 1, 2, 3.
Енді мынау бір ілмекті жібереміз да, одан кейінгі ілмекке накид, осындай пышный столбиктар жасайтын боламыз. Бір накид, екінші столбик, накид, үшінші столбик. Осылай пышный столбик жасаймыз. Сөйтеміз де біріктіреміз. Бір ілмек тоқимыз. Келесі ілмекті жібереміз. Бұған тоқымаймыз. Одан кейінгі ілмекке накидпен 3 ілмек тоқимыз. Мына жерге, мынаны жібереміз. Мынаған тоқимыз. Накидпен 3 ілмек тоқимыз. Екі ауа ілмегі ары қарай 3 накидпен тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі мына ілмекті тоқымаймыз. Одан кейінгі ілмекке пышный столбиктар тоқимыз. Накид, 1 пышный столбик, накид, екінші накид, үшінші ары қарай біріктіреміз. Бір воздушный петля ілеміз. Ары қарай келесі мына ілмекті тоқымаймыз. Одан кейінгі ілмекке тоқимыз. Накид, 3 накидпен ілмек тоқып аламыз. 1, 2, 3. 2 ауа ілмегін осы жерге тағы да 3 накидпен ілмекті тоқып аламыз. 2, 3. Ары қарай мынау бір ілмекті тоқымаймыз. Одан кейінгі ілмекке мына жерге пышный столбикке тоқимыз. Накид, 1 накид, екінші столбик, накид, үшінші столбик, пышный столбикке біріктіреміз. Бір воздушный петля тоқимыз. Дәл осылай соңына дейін тоқисыздар. Бізде осындай әдемі узор шығу керек. Соңына дейін өздеріңіз тоқыңыздар. Ары қарай мына менде бірінші рядты уже болып қалдым. Мына жерге бір рядты жібереміз. Одан кейінгі мына жерге, мына ілмекке 3 пышный столбикке тоқимыз. 2, 3. Міне. Сөйтіп, рядымызды аяқтаймыз. Біз ең басында 3 воздушный ілмек тоқып алдық қой, осы жерге біріктіреміз. Сөйтіп, бірінші рядымызды аяқтаймыз. Мұнда аппақ болып көрінбей тұрған сияқты мына. Бір ряд болды. Енді екінші рядымызды тоқимыз. Ол үшін біз мына жерге келуіміз керек. Ілмектерімізді осында алып келеміз. Мына. Осында келдік. Ары қарай 3 воздушный петля ауа ілмегін тоқимыз. 2 накидпен тоқып аламыз. 2 ауа ілмегі. Ой. 2 ауа ілмегі ары қарай осы жерге 3 тура жаңа бірінші рядта қалай тоқыдық, дәл солай тоқитын боламыз. 1, 2, 3. 3 накидпен тоқып алдық. Енді ары қарай біз мына жерде біз пышный столбик тоққан болатын бізде. Енді осыны ары қарай қалай тоқимыз? Накид, мына пышный столбиктің артынан әкелеміз, міне бұлай. Сөйтеміз де мына жіпті тартып, бірінші пышный столбикті аламыз. Накид
осыны тағы да дәл осылай екінші столбикті аламыз. Үшінші столбик накид, үшінші столбик, міне, ары қарай біріктіреміз. Бір воздушная петля болды. Міне бізде осылай пышный столбиктар тоқылды. Ары қарай келесі мына жерге тоқимыз. Накид, осы жерге 3 накидпен ілмек тоқып аламыз. 1, 2, 3. Ары қарай 2 ау ілмегі, дәл осы жерге 3 накидпен ілмектерімізді тоқып аламыз. 1, 2, 3. Ары қарай мынау пышный столбикті тоқитын боламыз. Накид, міне дәл жаңағыдай, міне артынан әкелеміз, тартамыз. 1 накид, екінші столбик, накид, үшінші столбик. Міне ары қарай біріктіреміз, бір воздушный петля тоқимыз. Ары қарай мына жерге накидпен 3 ілмек, 1, 2, 3, 2 ау ілмегі воздушная петля. Ары қарай 3 накидпен ілмек тоқимыз. 1, 2, 3. Міне. Дәл осылай ары қарай соңына дейін тоқисыздар. Бізде міне пышный столбиктар осылай әдемі көрінетін болады. Өзіңіздің балаңыздың бас өлшеміне қарай тоқитын боласыздар. Осы жерге дейін тоқисыздар. Бұл крючокпен осылай тоқығанның ең бір жақсы тұсы дейміз ба, плюс жері балаңыздың басына кигізіп отырып көресіз. Өлшем алудың, үлгі тоқудың қажеті жоқ. Сіз балаңызға, жаныңызда болса, балаңыз кигізіп отырып бас өлшемін алуыңызға болады. Ары қарай өздеріңіз тоқыңыздар керекті өлшемге дейін. Міне мен керекті ұзындықты тоқып алдым. Қараңыздар, қана әдемі узор шықты. Енді біз ары қарай макушкасын тоқитын боламыз, яғни қысқартатын боламыз қазір. Ол үшін біз мына жерге келіп біз рядымызды аяқтадық. 1, 2, 3 ау ілмегін тоқимыз. Накидпен 1 ілмек тоқимыз. 1 воздушная петля, 2 накидпен тоқып шығамыз 2 ілмек. Ары қарай мынау бізде пышный столбики дәл осылай тоқылады. Дәл алдында қалай тоқыдыңыздар, дәл солай тоқылады. Біз тек мынадан ғана, узордан ғана қысқартып отыратын боламыз. 3 столбик с накидом, пышный столбик тоқыдық. Ары қарай накид, мына жерге 2 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 1 воздушная петля, 2 столбик с накидом тоқимыз. Яғни біз осы жерден қысқарттық. Алдында біз 3 столбик с накидом, ортасында 2 ау ілмегі болған. Ал мұнда 2 столбик с накидом, ортасында 1 ау ілмегі. Воздушная петля яғни. Ары қарай пышный столбики дәл осылай қалады. 1, 2, 3. Екі столбик с накидом. 1, 2, 1 ау ілмегі, 2 столбик с накидом тоқимыз. Ары қарай дәл осылай соңына дейін тоқисыздар. Міне бір ряд қысқарттым. Енді мына жерге келіп аяқтадым. Енді ары қарай 3 ау ілмегін тоқимыз. 1 воздушная петля и тағы бір
накидпен бір ілмек тоқимыз. Ары қарай мына пышный столбик сол бойында қалады, дәл осылай тоқимыз. Ой, шығып кетті қазір. Пышный столбикті тоқыдық. Енді мына жерге накидпен бір столбик тоқимыз, бір с накидом, бір воздушная петля и тағы бір столбик с накидом тоқимыз. Ары қарай пышный столбиктарды тоқимыз. Ары қарай бір столбик с накидом. Бір воздушная петля, тағы бір столбик с накидом. Келесі пышный столбиктарды тоқимыз. Ары қарай бір с накидом бір ілмек тоқимыз. Воздушная петля, тағы бір с накидом тоқып шығамыз. Ары қарай дәл осылай мына жерге пышный столбики, мына жерге с накидом бір ілмек, ортасына бір воздушный ілмек, тағы бір с накидом тоқимыз. Ары қарай соңына дейін өздеріңіз тоқыңыздар. Мен екінші рядты тоқып болдым, қысқартып. Бізде қысқарып келе жатыр, ана қараңыздар, әдемі. Енді үшінші рядын тоқимыз, қысқартудың. Ары қарай макушканың үшінші рядын тоқып жатырмыз. Ары қарай мына жерге келіп аяқтадым. 3 воздушная петля мен көтеріп аламыз. Сөйтемізде тек қана пышный столбиктарды ғана тоқимыз. Накид. Мына пышный столбик, енді келесі пышный столбикті тоқимыз. Осылай, осы мына барлық пышный столбиктарды ғана соңына дейін тоқыңыздар. Мен үшінші рядын қысқарттым, тек қана пышный столбиктарды ғана тоқып шықтым. Міне қараңыздар, жиырылып келе жатыр. Макушкасы әдемі болып, кішірейіп келе жатыр. Енді бізде қазір мына жері ашық тұр. Енді осыны тағы да кішірейтеміз. Яғни біз мынау пышный столбик тоқыған столбиктардың барлығын біріктіріп шығамыз қазір. Бір столбик. Мына жерге келіп, столбигімізді аяқтаймыз. Және каждый пышный столбик тоққан кезде біз бір ілмек тоқып отырдық қой. Осы ілмекке бір ілмек тоқып аламыз. Каждый пышный столбиктің үстіндегі ілмекті тоқып шығамыз. Сол кезде бізде мынау кішірет, қазір аралары ашылып, үлкен болып көрініп тұр. Тек қана пышный столбиктің үстіндегі ілмекті білесіздер ғой. Көрініп тұр ма? Тоқисыздар тек қана.
міне мен тоқып алдым. Аяқтадым. Тағы да кішкене қалды. Енді біз кішкене тесік қалды. Енді бұл тесікті жабамыз. Ол үшін мына бір ілмек, ау ілмегін тоқып алайық. Келесі ілмекке бір ілмек ілеміз де, одан кейінгі екінші ілмекті аламыз. Мына крючокта 3 ілмек болған кезде тоқимыз. Сонда 2 ілмекке бір ілмек қой. Мына іліп аламыз. Келесі ілмекті де іліп аламыз. Мына крючокта 3 ілмек болған кезде тоқимыз. Ары қарай іліп аламыз. Крючокта 3 ілмек болған кезде тоқимыз. Мынау тесігіміз кішірейгенге дейін осылай тоқи беріңіздер. Өзі көзбен көрініп тұрады. Менде уже кішірейді. Қараңыздар. Мынандай тесік қала берсін. Қазір біз мен енді колокольчик тоқып көрсетемін сіздерге. Или болмаса помпон қойсаңыздар да болады. Мына жерге кез келген нәрсені осы жерге іліп қоюға болады. Мен қазір колокольчик іліп тоқып көрсетемін. Ол осы шапкада өте әдемі көрік беріп тұратын болады. Сол үшін колокольчик тоқимыз. Қазір міне осымен осы жерді аяқтаймыз. Қараңыздар. Қалай күшті әдемі шықты. Кішкентай қызға. Ары қарай қазір колокольчик тоқып көрсетемін. Ары қарай колокольчик тоқимыз. Біз қазір воздушный петля іліп аламыз. Ол, мысалы, бізде колокольчик мына жерге дейін маған керек. Қазір қараймын, мына 10 сантиметрдей маған қазір колокольчик тоқу керек болады. Ал мен қазір 20 сантиметрге дейін воздушный петля іліп аламын. Қанша ілгендеріңіз маңызды емес. Ең бастысы жаңағы сізге қанша колокольчик қай жерге дейін тұру керек, соны өлшеп аласыз. Соған 2 есе қылып мынандай воздушный петля тоқисыз. Санамай қойсаңыздар да болады. Мен 20 сантиметрдей тоқып алдым. 20-дан сәл асады. Ары қарай қалай тоқимыз? Қазір 3 ау ілмегін тоқимыз. 1 воздушный петля. Мына соңғы жаңағы 3 ілмектің алдындағы мына ілмекке 1 снакидім тоқимыз. Дәл осы жерге тағы да екінші снакидім ілмек тоқимыз. Дәл осы жерге үшінші ілмекті тоқимыз, снакидім. Келесі ілмек, мына келесіге тоже, яғни әр ілмекке 3 накидпен ілмек тоқитын боламыз. 1, 2, 3. Келесі ілмекке, мына сіздерге көрініп тұр ма? Мына, яғни мына біз іліп алған мына ілмектердің әр қайсына 3 ілмектен снакидім 3 ілмек
тоқып алатын боламыз. Сол кезде біздің мына тоқып жатқанымыз спираль сияқты айналатын болады. Қазір оны тоқу барысында көресіздер. Өздеріңіз ары қарай әр ілмекке 3 ілмектен 3 накидым тоқып шығыңыздар. Сол кезде өзі көрінеді. Қолмен дұрыстап отырасыздар. Ары қарай тоқиық. Міне мен тоқып болдым. Қараңыздар. Өздеріңіз дұрыстап аласыздар, қолмен осылай. Қисайып тұрған жерлерін өздеріңіз қолдарыңызбен дұрыстап аласыздар. Сөйтесіздер де шапкаға оны осылай тесігіне, мына жердегі тесігіне макушкасының кіргізіп, осылай тігіп қоясыздар. Астынан өткізесіздер, мына жағын байлап болғаннан кейін, мынандай жерлерін осылай ақ жіппен, сіздің шапкаңыз қандай түсте, сондай түстегі жіппен осылай әдемілеп білдірмей тігіп қойсаңыз, міне осылай тұрады. Қараңыз. Өте әдемі көрінеді. Мен қазір осыдан үлкендеу қылып та тоқыдым. 1 жасқа дейін, 1 жастағы қыз балаға тоқыдым. Қараңыздар, қандай әдемі көрінеді. Қазір мен осыны тігемін. Мынау несіне саламын осыны. Жерден крючокты өткізіп аласыздар да, мына жердегі қырқан кезде, аяқтаған кезде осындай жіп қалдырыңыздар. Соңында тесік арқылы өткіземіз. Екіншісін өткіземіз. Үшіншісін өткіземіз. Міне, осылай тартып, мына жерлерін дұрыстап жібересіздер. Ине жіппен тігіп қойып, ыңғайлап, артта осылай салбырап тұратындай қылып қоясыздар. Міне. Ал мына тұрған іштегі жіптерді түйіндеп, өздеріңізге ыңғайлы етіп, жасырып, қырқып тастауларыңызға болады. Міне. Сіздер де осы шапканы тоқып көріңіздер, өте оңай. Крючокпен бірінші резинкасын тоқимыз, және мыналарды бір ғана узормен барлық рядты тоқып шығасыздар. И макушкасына келген кезде тура видеодағыдай қысқартасыздар. Болды, түк те қиындығы жоқ. Бір сағат, 2 сағат уақытта тоқып тастауларыңызға болады. Одан кейін тек қана кішкентай қыздарға емес, үлкен қыздарға да тоқуға болады. Өйткені бұл жерде размерді өзіңіз басыңызға қарап отырып тоқисыздар. Қаншалықты резинка аласыздар, соған қарай тоқисыздар. Ең бірінші ұмытпайтын нәрсе, ол резинканы тоққан кезде резинкамыздың узорлары 4-ке бөліну керек. Сол кезде біздің узорымыз дұрыс шығады. Қалғанының барлығы өте оңай. Даже мынау әдемі көрінетін колокольчиктің өзінің тоқылуы өте оңай, өздеріңіз көргенде. Сонымен сіздер де видеоға қарап отырып, сіздер де тоқыңыздар, видеоға лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазсаңыздар болады. Мен барлық комментарияға жауап беретін боламын. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.